Арман өмір сүруді мәнді әрі қызықты етеді. Жетістікке жету үшін де армандай, қиялдай білу маңызды. Армандау арқылы миымызды үлкен дүниелерге үйретеміз. Дегенмен, біз өзіміздің не қалайтынымызды түсінбеген кезде, болашақ өмірімізді елестете алмаймыз. Бүтін картинаны көре алмаймыз. Өміріміз босқа өтіп жатқан секілді сезімде боламыз. Бұл сезімді болдырмас үшін өз қалауларыңызбен жұмыс жасау қажет. Сіздермен 99 каналы. Бүгінгі видео арманға жетудің жолдарына арналады. Әрине, ең алдымен армандау ол өз қалауыңды білу. Жүрек түкпіріне үңіліп, шын мәніндегі сенің жан қалауыңды анықтауың қажет. Бірақ біз өз-өзімізді алдауымыз мүмкін. Біз ата-анамыз, немесе достар, жақындарымыз, тіпті қоғамның мойнымызға іліп берген таңдауларын, қажеттіліктерін өз қалауымызбен шатастыруымыз мүмкін. Мысалы, сізге біреу мектеп бітірген соң мұғалімдікті таңда, жақсы мамандық өлмейсің деп айтса, сіз ойлана келе, иә, шынымен, әйтеуір бітіріп алсам игеріп кетемін ғой деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ өзгелер үшін табысты мамандық сіз үшін де қолайлы болмауы мүмкін. Себебі өзіне ұнамайтын жұмыстан адам ләззат ала алмайды. Әр жұмыс күні мен сағаты стресспен өтуі мүмкін. Ал ұнамсыз нәрселер біз үшін табысты болмайды. Дұрыс ниет. Сіз армандаған кезде өзіңізде, өзгелер үшін де пайдалы жағын ойлауыңыз қажет. Егер сіздің арман мақсатыңыз өзгелерді жаншып өтіп барып орындалуы мүмкін болатын болса, мейлінше тезірек бас тартыңыз. Өзгенің бақытын ұрлап арманға жету мүмкін емес. Өмір бумеранг. Сіздің мақсатыңыз барлығы үшін тиімді болса, өз арманыңызға қол жеткізіп, сонымен қоса өзгелерге пайда келесіз. Керемет емес пе? Армандаған кезде фантазияны қосып, көз алдыңызға елестетіңіз. Мысалы, сіз зәулім үйде тұруды қалайсыз, армандайсыз. Тіпті ойлаған кезде өзіңізді сондай үйде елестетесіз. Бұл сізге шынымен қуаныш сыйлайды. Армандаған кезде өзіңізге барынша мол мүмкіндік беру мен қиялыңызды шектемеу маңызды. Армандауға өлшемді ешкім қойған жоқ. Армандаңыз және арманыңыздың орындалатынына нық сенімді болыңыз. Табанды адамдар ғана өз мақсаттарына жете алады. Сіз де сол қатардан болыңыз. Тек сеніп қана қоймай, арманыңызға жақындатар әрекеттер жасаңыз. Әрбір әрекет сізді қиялдаған мекеніңізге жеткізеді. Сонымен қоса, арман мақсаты сіздікіне ұқсас адамды табыңыз. Ол адамға арманына жетуге көмектесіңіз. Кеңес беріңіз, қолдаңыз. Бұл сізді өз арманыңызға тезірек жетуге көмектеседі. Армандау сізді тұлға ретінде өсіретін көмекші құрал. Бір орында тұрақтап қалмас үшін армандаңыз, арманыңыздың орындалатынына сеніңіз. Бүгінгі видео мақсатыңызға бір қадам жақындатты деп ойдамын. Лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. 99 бен бірге дамы.